батальонының офицері, 3-ші дәрежелі айбын орденінің иегері, бейбіт өмірдің батыры Ербол Отарбаев. Бұл ерлік Ербол Отарбаев деген тұлғаның қалыптасуына қалай әсер етті? Ерлік бұл адамдарда мысалы бір ерлік жасасам, бір елге көрінсем, я болмаса бір адамды құтқарып, сол өмірін сыйласам деген адамдар бойында болуы да мүмкін. Енді біз ерлік жасау іс-әрекетінде осы оқиға себепкер болды, осы еңбек ерлікке бағаланды. Осы негізінде бізде «Алтын жібек» фильмі түсірілді. жыл 22 маусым сағат таңғы 5:15 Ақтау қаласының шетінде орналасқан қатаң режимдегі түзеу мекемесі. Бұл жерде қоғамға ерекше қауіп төндіретін ауыр қылмыс жасағандар жазасын өтеп жатқан болатын. Қала әлі ұйқыда, бірақ тікенек сымдардың арғы жағында қауіпті жоспар іске асуға дайын тұрды. Олар бәрін есептеген еді. Таңғы сағат 5-те күзет ауысымы кезінде жарық сөндірілді. Электр желісіндегі ақау ма, әлде алдын ала жасалған қастандық па? Көптеген құрбы-құрдастары болашаққа алаңсыз жоспар құрып жүргенде, Ербол өлім мен өмірдің ортасында тұрды. Оның алдында екі жол болды. Бір жағында 21 қарулы қылмыскер, екінші жағында отан алдындағы ант пен ел тыныштығы. Ербол Отарбаев Қазақстан тарихында көзі тірісінде халық қаһарманы атанған тұңғыш тұлға. Осы сәтте 21 тұтқын түрме қоршауын бұзып, бостандыққа ұмтылды. Бұл жай ғана қашу емес, бұл жақсы ұйымдастырылған, қарулы және аса қауіпті серпіліс еді. Күзеттегі сарбаз Ербол Отарбаев алғашқы болып соққыны қабылдады. Жалғыз өзі ондаған қашқынға қарсы тұрып, автоматтан оқ жаудырды. Ол жараланса да бекетті тастап кетпеді. Сол сәтте Ақтау аспаны оқ даусынан оянды. 21 қашқынның бір бөлігі жарақат алып, сол жерде қалса, қалғандары далалыққа қарай ізін суытты. Ант бердің бе айлыма бекем болғын, сын сағатта сарқылмас селдей болғын. Ербол салған сара жол өнеге біз, қорғаны боп қалатын байтақ елдің. Жас жүректен намыстың оты маздап, есіміңді жазамыз жырмен жырлап, қаһарман боп қаласың тарихында, қазағыңның аспанын аман сақтап.